қайырлы күн, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Ардақты әке шешем, қадірлі жеңгелерім, ардақты келіндерім, сүйікті әпкелерім, баршаңызды көктемнің ең әдемі, ең мейірімді мерекесі 8 наурыз мерекесімен, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең алдымен бізге өмір берген, сыйлаған, яғни өмір сыйлаған, ақ сүтін беріп мәпелеп өсірген анамыз бен Асқар әкешімізге Алла ұзақ ғұмыр берсін, денсаулық берсін деймін. Әрдайым аман есен ортамызда отырып ақ баталарын беріп біздің қызығымызды көріп жүре берсін деймін. Сонымен қоса жеңгелер мен келіндеріме үлкен алғыс айтқым келеді. Сіздер осы біздің әулеттің берекесін кіргізіп, шаңырағымыздың жылуын арттырып жүрген жансыздар. Әр үйдің отын өшірмей бала тәрбиелеп, отбасының тірегі болып жүрген еңбектеріңіз әрдайым бағаланып, Алла еселеп қайтарсын сіздерге. Біздің өзіміздің ата әжемізді, яғни өздеріңізді ата енелеріңізді қарап, солардың бабын тапқан сіздерге үлкен алғыс айтам. Сонымен қоса менің үлкен сүйікті әпкелерім мен сіңлілерім, әр қайсысыңыз менің үшін ерекше жансыздар, менің жүрегімдесіздер. Сіздердің өмір жолдарыңыз тек қуанышқа, бақытқа, шаттыққа толы болсын. Әр шаңырақта береке болып, әр күндеріңіз мейірім мен махаббатқа толы болсын деймін. Осы шуақты көктем мерекесінде баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға береке, шаңырақтарыңызға бақ дәулет тілеймін. Мереке құтты болсын, аяулы жандар. Әрдайым аман есенде болайық, бірге болайық. Бір-бірімізге тілек айтып, әрдайым мейрамды тойлап жүре берейік. Сонымен қатар құрдас келіншектерім, подружкаларым, достарым, сіздерді де құттықтаймын шын жүректен. Сіздерге де абырой, атақ, данық тілеймін. Ақшаларыңыз көп болсын, баршаңыз көктемдей құлпырып жүре беріңіздер деймін. Жалпы өзіме не тілесем, соның барлығын сіздерге тілемекшімін.